Kızım, mынау келі мен кесап. Қазақтың ұлттық бұйымына жатады. Осы келі мен кесап арқылы біз мына бидайды жуып, қайнатып, қуырып, осы кесапқа саламыз. Келі мен кесапқа саламыз. Сөйтіп біз оны былай түйеміз. Кесап арқылы. Кәне қызым маған көмектесші. Екі қолдап істейміз. Жақын отыра ғой. Қатты тұрамыз. Сонда бидайымыз қалқанға айналады. Кәне бірге қатты тұрамыз. Көтер. Былай ұрамыз, сонда бидай қалқанға айналады. Жарайсың қызым. Біздің қалқанымыз дайын болыпты. Қалқанымызды да ыдысқа сала қояйық. Мына бетке отырамыз. Міне дайын қалқанды біз ыдысқа саламыз. Біз қалқанға дәм беру үшін, дәмі тәтті болу үшін қант қосамыз, тәтті қосамыз. Және сармай қосамыз. Сармай қосып барлығын бірге араластырамыз. Айқыл, қызым араластыра ғой. Қайне басып араластыра ғой, қызым. Араласып болған қалқанды былай қысамыз, қатты күшпен. Қатты күшпен қысып, ыдысқа саламыз. Қазір бізге аталар мен әжелер келеді. Қонақтарға қоямыз. Қатты қысайсың. Қызым қатты қыса ғой. Жарайсың қыз. Не деп айтады екенбіз бұны қызым? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Әжемен амандаса қояйсың қызым? Саламатсыз ба? Саламатсың ба? Саған сыйлығым бар. Өз қолыңмен жасаған бұйым. Бұл шетелік деп аталады. Рахмет сізге әжесі. Қызым әжеге рахмет айта ғой. Әже рахмет. Келе ғой. Сөйлетіңіздер ата мен әжелер, қонақтар. Ал енді сөйлетейік. Дәмнен алып отырыңыздар. Айсыл аталарға, қонақтарға дәмнен салың. Сіздің жасаған жеміңізден алып жүріңіздер. Дәмнен ауыз тимес бұрын бірінші бата берейік. Асқа адалық берсін, басқа амандық берсін. Өсе берсін әулетің, таси берсін